Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай қарапайым чизкейк дайындаймыз. Ол үшін алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан соң оған ванилинімізді, сүзбемізді және де сгущенкамызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді бұны қоя тұрып, таза құрғақ ыдысымызға ұнымызды салып, үстінен сары майымызды үккіштен өткізе отырып, салып, оған қантымызды қосып, оны араластырып, осылай формамызға жайып шығамыз. Бұдан соң оның үстіне сүзбелі жұмыртқалы массамызды, яғни салмасын құйып, қасықпен тегістеп 160 градуста пешке жібереміз. Міне біздің чизкейгіміз дайын болды. Құрамы өте қарапайым. Суытып барып кессеңіздер дұрыс болады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер.